Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағын бастайық. Бүгін біз әліппе сабағында мәтінмен танысамыз. Бұл мәтінді біз мұқият, мәнерлеп оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. Ал ендеше менімен бірге оқиық. Бірінші тақырыбы: асыл шөп. Зылиқа мен Бәтима деген екі қыз болыпты. Қыздардың аты кім екен? Зылиқа мен Бәтима. Олар жеміс сатуға қалаға келе жатады. Олар қайда келе жатады? Қалаға не үшін? Жеміс сатуға. Зылиқа шаршадым депті. Кім шаршадым дейді? Зылиқа. Бәтима күліп әзілдейді. Сонда Зылиқа айтыпты. Кім әзілдейді балар? Зылиқа ма, әлде Бәтима ма? Бәтима. Сонда Зылиқа не деп жауап береді екен? Кәне, сен неге қуанып келесің? Иығыңдағы жәшіктің ауырлығы менікінен кем емес. Өзің де күшті емессің. Сонда Бәтима не дейді екен? Мен жәшігіме асыл шөп салдым депті Бәтима. Бәтима не дейді? Жәшігіме асыл шөп салдым дейді екен. Балалар, ол қандай асыл шөп деп ойлайсыңдар? Кәне, ойланып көріңдерші. Аты не деп ойлайсыңдар? Ал жақсы, сендер өз нұсқаларыңда қалып ойлана тұрыңдар. Онда біз әрі қарай мәтінді соңына дейін оқып, қандай асыл шөп екенін білейік. Ой, онда шөбіңнің атын айтшы, дейді Зылиқа. Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын. Оның аты Сабыр депті Бәтима. Оның аты не екен балалар? Сабыр екен. Сендерде бұндай нұсқа болды ма? Бұл нұсқаны тапқан балалар жарайсыңдар. Балалар, сонда сабырлық дегеніміз не екен? Яғни өзіміз, әр нәрсеге бұлданып, қарсылық көрсете бермей, сол жағдайға көну. Бұл жерде балалар, Бәтима сабырлы ма, әлде Зылиқа сабырлы ма екен? Бәтима сабырлы екен, ал Зылиқа сабырлы емес екен. Балалар, бұл мәтінді жазған автор Ыбырай Алтынсарин екен. Ыбырай Алтынсарин ағартушы, ғалым. Ол ұлы ұстаз, жазушы, ақын екен. Балалар, Ыбырай Алтынсариннің шығармалары өте көп. Бұл оның тек бір бөлігі ғана екен. Балалар, ол ең алғаш рет қазақ хрестоматиясын жазған ұстаз. Сендер Ыбырай Алтынсариннің әліппені ең алғаш қолға алғанда танысқансыңдар. Кәне, естеріңе түсіріп көріңдерші. Келі балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп біз тақпақты жаттап едік қой. Сол тақпақтың да авторы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, енді ол осы әңгімесімен бізге қандай ой салды деп ойлайсыңдар? Кәне, ойланып көріңдерші. Я, біз сабырлы болуымыз керек екен. Балалар, енді қазір сендер бұл сабақты тоқтата тұрып, өздерің тағы бір осы мәтінді оқып көріңдерші. Жақсы ма? Не түсіндіңдер? Қандай сұрақтарың бар? Ойланып көріңдер. Тамаша. Сендер оқып бітсеңдер, ендеше мына бір сұраққа жауап беріңдерші. Сендер өздеріңді қай кейіпкерге теңейсіңдер? Бәтима ма, әлде Зылиқа ма? Өте жақсы. Енді балалар, сендерге тапсырма.
тағы да Ыбырай Алтынсариннің «Бала мен әкесі» деген жақсы шығармасы бар. Соны да тауып оқып көріңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.